қырғында тірі қалған жәндердің бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көргем. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргем. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Мамыр жеңіс күні ұлы мейрам. Әсіресе екінші дүниежүзілік соғыстың бар ауыртпалшылығын өз мойнымен көтеріп, отан үшін от кешіп, соғыстың қанмен бөккен даласында қайсарлықпен шайқасқан, жеңістің туын желбіреткен ұлы отан соғысының ардагерлері үшін ерекше күн. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Биыл соғыс аяқталғанына 76 жыл болса да, соғыс оты шарпыған жараның аузы енді ғана жазылған секілді. Біздің бейбіт өмір сүруіміз үшін ерлікпен қаза тапқан, жанын қиған ата-әжелеріміздің есімін еш уақытта ұмытпауымыз қажет. Жеңіс күні құтты болсын. Жеңіс тебіреткен бар жанды, қуаныштан, жанарлардан жас тамды. Халқым аңсап күткен ізгі үмітпен бейбіт күннің ұлы маршы басталды. Әр жүректе лаулап жатты алаулар, еріп түсіп мұз боп қатты қыраулар, қуаныштан көкке атылған салюты, сүйіншілеп дабыл қаққан қоңыраулар. Ту қуып достығың елімнің, отанымның ақтап шыққан сенімін, тарихана жеңімпазын паш етіп, келер күнге жазды өшпес ерлігін. Нұрын төгіп тыныштықпен алтын күн, ақ тілегін шаша қылып халқымның ұлы жеңіс құдіретін жыр қылып толғандырған жас қанатты ақыным. Өтер жылдар, өтер тіпті ғасырлар, келер ұрпақ ерлік даңққа бас ұрар. Естен кетпес жеңіс күні және де отан үшін жанын қиған асылдар. Жеңіс күнін қарсы алайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер аталарға мынауыз.